Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Кейде осы сөйлемейін десең де, еріксіз түрде бір-екі ауыз сөз айтуға мәжбүр болатын кез болады. Кеште Серікжан Біләшұлының өте маңызды үндеуін естідік. Өте ұзын әңгіме айтқан екен. Әлгі ашынғаннан шығады ашты даусым деп, ашты даусы да шыққан екен. Оның алдында сол үндеудің шығуына түрткі болған себеп болған бір пост болу керек. Қысқада нұсқа бір постты көргенбіз. Серікжан Біләшұлы арыздарды Қытайға сатып жатыр екен деген бір әңгімені оқығанбыз. Оны күлгенде қойғанбыз. Бір жындының жазғаны шығар, әтей елді күлсін деп, немесе ел арасында бір от тастап қойын қайтер екен деп ойнап жүрген біреу шығар деп қана қойғанбыз жайғарып. Бірақ Секең енді соған негізделген болу керек. Біраз әңгіменің басын қайырыпты. Ағайындар, осы саудың тамағын жеп, аурудың сөзін сөйлейтін біздің қазақта не бір кеселді жындылар бар екен. Соған таңғаласың енді. Серікжан Біләш ол бағанағы Қытайда түрмеге түсіп келген 4 азаматтың өз ауыздарыменен кезінде моральдық шығын бағанағы $1 миллион талап еткен Қытай өкіметінен. Және ол долларларды, ол ақшаны алған жағдайда кімге көмектесетінін, қалай істететіндер туралы өздері білгенше айтқан. Оны егжей-тегжейлі жақсылап түсіндірді. Шынын айтқанда, ол ақшаны олардың талап етумен Серікжан Біләштің ешқандай қатысы да жоқ. Олар айтуға құқылы. Нені айтса өзі біледі. Өйткені зардап шеккен солар, түрмеден шыққан солар, қорлықты, зорлықты көрген солар. Әсіресе ішіндегі 3 айлық баласын зорлықпен түсірген келіншектің күйеуі ашынып тұрып, жаңылмасам бірінші сол жігіт айтты ғой деймін осы әңгімені, соя сияқты еді. Керек десең, зардап шеккен барлық қазақтың сөйтіп айтуға құқы бар. Неге айтпасқа? Сен бейгүнә қиналсаң, бейгүнә азап шексең, сен өзің ғана жалғыз емес, бүтін туысқан туған, ағайын жұртың, бала шағаңның бәріне рухани жақтан қаншалық соққы болды, қаншалық азап арқалады солар, қаншалық қайғырды. Ендеше сен не үшін талап етпеуің керек? Олардың талап етуі меніңше дұрыс. Тіпті барлық қазақ талап етсе де дұрыс. Бірақ ол әркімнің өз еркі, өзінің ақылы, өзі біледі оны. Біз оған сен сөйтіп ақыл айтатын емес. Өсігінде елді ақыл көп қой, бізден сұрамай қайта береді. Бірақ осы мәселені жынды адам қылсап, Серікжан Біләш сатып жатыр екен деп ақылға мүлде сыймайтын сол постты жазған. Нағыз миссіз екесің. Халықпен ойнап жүрсің де. О Серікжан Біләшқа ренжіп тұрсың сен. Сенің түп мақсатың Серікжан Біләшқа ренжіп, соны жақтырмай, соны ұнатпай, соны қайсем сындырам, соны қайсем жерде қаратам деген қара ниетін қабынып жазғаның белгілі болып қалды. Бірақ сен бір Серікжанға ренжігендің үшін бүтін халыққа тұқыртуың керек па? Халықты тұқыртуың керек па? Бұл қалай түсінуге болады бұны? Бұл ұят емес па? Ұят қой. Ол енді Серікжанды сен ондай посттан 1000 жазсаң да қарайлай алмайсың. Өйткені ол ақиқат шындығы. Серікжанның бел шешініп, халық үшін, ел үшін, отан үшін ашық майданға шығып, айтып жатқаны, жазып жатқаны ұшан теңіз енді. Оны санап үлгере алмайтын болдық бәріміз. Ал енді кемшілік іздесең, ол кімде де бар. Бәрімізде де бар. Осыны жазған сенде де бар, сөйлеп тұрған менде де бар. Ананың бойы алас екен, ұзындау болған болсашы, ананың бет аузы сақал басы кетіп сақал жоқ болсашы, немесе анау көз екен сақалы болсашы, немесе ананың көз сығырайып тұр екен бадырайып тұрсашы деген сияқты. Кемшілік іздейін десең, әркімнен таба бересің ғой кемшілік дегенде. Ал сол сияқты ол Серікжан Біләштің арқасы қозып кеткенде қаттырақ айтып жібергені, батырыңқырап жібергені, ана үндемей жатқан саған немесе сенің туысыңа
немесе мүдделес біреуге тиіп кеткен болу керек. Соған шыдамағандағы боғаз итіңді жүгірген әңгіме сияқты болып тұр ғой бұл. Бұл ұят болады. Халықтық майданға шыққан адамның албат жағасын алсаң, ертең пашпақ баласың, сонан кейін өзің ғана қарап ет болмайсың. Бүтін ұрпағың, туыс-туғаның керек десең, ұруыңның бетіне шейін шіркеу болады бұл. Сондықтан не ойласақ та, не жазсақ та ойланып жазып, толғанып тұрып айтқанымыз жақсы. Ал енді Серікжан Білаштың білесіздер, мына халыққа беріп жатқан сауатын. Біз емес, жергілікті ағайындардың өзі ашық айтып жатыр ғой. Оның бәрін танымаймыз енді, бәріміз де танымаймыз. Керек десең, Серікжанның өзі де танымайды. Осы Серікжан келіп, Серікжанның лекциялары бізге қаншама дүниені беріп жатыр, қаншалық білім алып жатырмыз деді. Кез келген бір академик Қазақстаннан немесе Қытайдан болсын мақұл, бір кез келген бір қазақтың мен мықтымын деген академигінің осындай бір лекциясы бар ма қазаққа сауат берген? Мен Қытайға қатыссыз дейік. Әлем тарихынан, дүние тарихынан, қазақтың түп төркінінен, немесе көрші елдердегі мемлекеттердің бізге қатысты тарихынан осындай керемет тереңділікпенен, дәлел фактіменен қытайшасын оқып, ағылшыншасын оқып, шетелдегі нақтылы қайдай материалда, қай жылы, қай мемлекетте шыққан анық дәлел фактімен осындай лекция сөйлеген, халыққа сауатқан бірде-бір қазақ бар ма? Табыңдаршы. Мен естімей қалған болсам айтыңдаршы. Өз жеке басым көрмедім. Жергілікті ақпар азаматтар айтып жатыр. Серікжан Білаштегі Құдайдың берген таланты мойындап, бұл біз әлі дейін Қазақстаннан да бұндай жігітті көрмедік деп айтып жатыр ғой. Бірінші, Секеңде бағанағы Құдай берген таланттың бар екені рас, білеміз. Оның дипломы жоқ еді деп қаралап көрдіңдер. Онда әзір айтамай қалдыңдар оны. Өйткені дипломы барлар Серікжанның 101 лекциясын айтамай жатыр. Сондықтан ол қалды. Оның алған ұшан теңіз білімі. Қайдан алса да. Екінші, ол ағылшынша, Қытай тілінде, қазақ тілінде, 3 тілде еркін сөйлейтіндігі. Оны лекцияларынан көріп отырмыз. Төртінші, оның бағанағы ержүрек батырлығы, шындықтан тайсалмай тұрып, қасқайып тұрып алдыда айтатындығы. Ал мына ұсақ-түйек Бәкінбай, Шүкінбай жыбырлап жүргендер, бұлар айқайшылар нағыз. Шын мәнісінде айқайлаған батыр емес, атой салған батыр. Ал Серікжан Білашұлы нағыз сол қазақта атой салып тұрған жігіт. Әрине, бағана айттық, кемшілік деген жетеді, іздей берсек. Кішігірім кемшілік, үлкен ұлт мүддесі, үлкен білім алдында түкке тұрмайтын шаруа. Сондықтан жоқ жерден мен іздеп, бұны пәленді сындырамыз екен, осы арқылы сол бағанағы ата жұрттың істеп жатқан тоқтатамыз екен деген бұл ақымақты қойғандарың жақсы ғой. Өздеріңе ұятты, өздеріңе шым ашып тұр, маған бәрібір мысал үшін. Мен кім әділетті қаласа, кім әділетті сөйлесе, кім отан туралы, халық туралы еңбексе, соны ұнатам. Осы айтып жүрген жігіттерді кеше Секең айтты ғой, егер тәубелеріңе келіп халық үшін істесеңіздер, кешірмейтін түк жоқ, бәріңізді кешіреміз деп. Менде сондай көзқарастамын. Кешірмейтін түк те жоқ. Халық үшін істесең болды. Кезінде біздің өсіңде мақтанып жүрген батырларымыздың көбі ұры болды ғой. Тыныштыққа ұры болды. Бірінің малы бір ұрлады. Ана ұруды барып шауып кел дейді. Сол ұруды барып шауып келсе, мына ұрудың халқы биінен бастап мақтанатын болды. Ол өтірік емес қой. Ел ішінде жазылып айтылып жатыр ғой. Мысалы, тезек төренің өзі қолына ұрыларды ұстаған екен деген сияқты жазады ғой мысалы. Бұл жерде мен енді өгісін қаралайын деп тұрмын жоқ. Жалпы айтқанда қазақтың менталитетінде тыныштық кезде батырлары бірін-бірі тонап, бірін-бірі ұрлап соған мәз болған халық. А бірақ соғыс кезінде не болды? Соғыс кезінде сол батырдың бәрі ортаға майданға секіріп шықты да халқын қорғады. Жерін қорғады, елін қорғады. Міне бүгін біздің мақтанышымызға айланды. Сонда бағанағы жайшылықтағы қателігінің бәрі қалды ғой. Ешкім оның бетіне басып шіркеу қылып, ол ұры еді, оңбаған еді деп жатқан жоқ қой. Бұл да сондай әңгіме. Енді мына пост жазған жігіттің бұл жерде қара ниетіне қарап,
Бүгін таңертең тағы да бір Серікжан Білашқа телефон звондаған бір жігіттің әңгімесін естіп, екі адамның мүлде 100% бір-біріне 180 градус қарама-қарсы екендігіне таң қалып отырмын да. Таңжарық деген жігіттің деді деймін. Таңжарық деген жігіт өзі Қытайдан келген дейді. Өз біреудің малшысымын дейді. Бірақ мал баға жүріп дейді. Қиналып жатқан ағайындарға қол ұшын берейін деп едім, маған бір екі отбасын таныстырыңызшы дейді. Қандай жүрек, қандай махаббат халыққа деген, қандай рух. Әлгі оқыған, тоқыған ғалым көсемдердің айта алмаған сөзін бір далада қой бағып жүрген қойшы айтып жатыр. Сонда кімдің ақылын алу керек? Кім ақылды сонда? Бұл жерде әлгі Байтұрсынов айтқандай, ұлтқа қызмет көрсету білімнен емес, мінезден деген 100% екені шындық болып тұр ғой. Міне сол қойшыдан үйренбейсіңдер ме? Сол малшыдан үйренуіміз керек қой, бәріміз. Ешкім сені Қытай шап деп жатқан жоқ. Қытайға өтірік пәле жап деп жатқан жоқ. Айқайлап өсек айт деп жатқан жоқ. Ақиқат шындық көргеніңді, білгеніңді айтып, арызыңды өкіметке беріп қой. Ең болмаса ертеңгі күні сол туысқаның өліп қалса, артында бір ұстаушысы бар екен болсын деген сөз ғой бұл. Бұда тұрған қандай қателік бар екенін мен білмедім. Әрине, екі елдің достығы, көршілігі сақталуын бәріміз де қалаймыз. Бірақ бұл сақталу үшін сыйға сый сыраға бал дегендей, екі жақ бір-бірін құрмет ету керек. Егер оның бір жағы құрмет етпеген жағдайда достық та болмайды, татулық та болмайды ол. Құды екі адам сияқты ғой. Екі адамнан тең болу керек бұл. Сол сияқты екі мемлекеттен тең болу керек. Бейгүні халықты, ағайын бауырымызды, туысқанымызды түрмелерге тоғытып жатса, біз оны айтпасақ, өлтіріп жатса, оны айтпасақ, сонда бізге, білмеймін, аспаннан түсем жақсылық. Таңғалып тұрмын бұл нәрсеге. Сондықтан ағайын енді бағанағы қара ниеті қабынған жігіттер, байқаңыздар, қарғыс дегенде жаман. Қазір халықтың 90%, 95% ол Серікжан Білаштың лекциясын күнде таңертең кәдімгі радио, телевизорды қойып тұрып тыңдайтын болды. Ауылдарға, тойларға барамыз ғой. Сол ауылға, тойға барсаң, сол ауылдағы ағайындар айтады: ой, сенен бұрын айтады, әлі Серікжан Білаш деген азаматтың пай шіркін-ай баған лекциясын тыңдап жатырмыз. Телевизор деген қалды, радио деген қалды, күнде таңертең не бар екен бүгінгі жаңалық деп. Соны тыңдайтын болды дейді. Яғни Серікжан Білашұлы мейлі біз қанша жерден жек көрейік, ол үлкен бір радио станциясы болды ғой. Баяғы бір азапты радио станциясы сияқты. Жаңғыз өзі сондай атты шаруаны атқарып жатыр. Сондықтан оның ұсақ түсек кемшілігі болса, артық ауыз сөзі болса, оны менше көңілге алудың қажеті жоқ. Ол да бағана ашынғанынан, жаңғыз болғандықтан енді де ағайындар халықты мен жаңғыз құтқарамаймын ғой. Бәріміз ең болмаса дыбысымыз шығармаймыз ба деген мақсатта кейбір нәрсені артықтау айтады. Оған бала ренжудің керегі жоқ. Әрине сенше халық сенген, сонша оқыған, тоқығаның бар, қолыңда бәрі бар адам үндемей жатып алсаң, Серікжан болмаса да басқа адам айтады ғой, анау мұңқиып жатыр ғой, деп тұрмай емес, соған сенуші едік қой деп айтады ғой. Жазылып жатыр ғой басқаларда мысалы. Серікжанмен қатысы да жоқ, басқа адамдар да өлең жазып жатыр, мақала жазып жатыр, тіпті кейбіреулердің атын атап та жатыр, білмейміз де. Міне халық деген сондай. Ал Серікжандағы қасиет, бағанағы 3-4 түрлі қасиеттің бәрі бойында бар, сонда қабілет бар, ол соны сарнап айтып жатыр. Ал айтпаған ағайындар бағана көрсетіп жатыр оларда. Өлең арқылы, сөз арқылы, кішкене сөз, мәтіндер арқылы болса жазып көрсетіп жатыр ғой. Елдің бәрі Серікжан Білаш боламайды ғой. Осы қарсы тұрып жүрген, Серікжан Білаштың аяғынан шалып жоғалтсам деп жүрген ағайындар, 100-ің бірігіп Серікжанның бір лекциясын жасаңдаршы, тыңдайықпыз. Бір лекциясын жасаңдаршы, мыңын емес. Сөйтіп бір әдемі қылып отырып, халықаралық саясат сөйлейсіңдер ме? Екі елдің достығындағы достық сөйлейсіңдер ме? Или басқа сөйлейсіңдер ме? Серікжан сияқты халыққа сауат беретін бір керемет бір жарты сағаттық лекция сөйлеңдерші. Сонымен тыңдайықпыз, сонымен қолдайық, қуаттайық. Қолдан келмейтін нәрсе неге қызғанамыз біз? Ол сенің қалпағың неге керек? Сенің атағың неге керек? Халыққа екі ауыз сөзіңді айтамасаң. Сондықтан не айтсақ та байқап айтайық. Ұят болды, өте ұят болды. Ана жазған оқымысты жігіт болу керек, бағанағы Серікжанды аяғынан шығарам дегендер. Ана қойшы оқымаған жігіт. Екеуін салыстырып ақ,
кімнің кім екені, кімнің қалықшы екені білініп тұр ғой. Кімнің жүрегінің таза, кімнің жүрегінің лас екендігі көрініп тұр да. Сол екеуін көріп тұрып, адам енді сөйлемейін десең де кейде еріксіз түрде сөйлеп қаласың енді. Менікі де соған қарап айтқан әңгіме, артық кем айтсам кешіріңіздер. Мен біреуді даттайын, доқтайын, жоғалтайын деп тұрғам жоқ. Бағанағы екі жігіттің әңгімесін салыстырып, ойланғанда туып атқан бір жай ғана ой. Рахмет тыңдағандарыңызға.